Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай Орео торттың рецептімен бөлісемін. Бұл торттың рецепті негізінен сатылады. Мен сіздерге YouTube каналымда тегін ұсынып отырмын. Сол үшін лайк басыңыздар. Және мен YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Бұл бисквит үшін үстінен қантымызды салып, екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. 2-3 есе ұлғайғанша миксермен араластырамыз. Аппақ болып көпіру керек. Сосын ұнымызды осындай ситодан өткіземіз. Және какаоымызды да осы ситодан өткіземіз. Түйіршік болып қалмау керек. Біз какао өте көп қосамыз, сондықтан сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Сосын 1 шай қасық разрыхителді саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Сосын қалған ұнымызды қосып, еріген сары майды құйып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. 1 келкі масса шыққанға дейін. Сосын сұйық майымызды құямыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Қайнап тұрған кипятоктан азғандай құямыз да миксермен араластырамыз. 22 диаметрлік формамыздың астына осылай фольганы орап, тестамызды 2-ге бөліп, 2 бисквит қылып пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісіп жатқан кезде кремнің жасауға кірісеміз. Творожный сырымызды саламыз ыдысқа. Мен коллехтің творожный сырын пайдаланамын. Сосын сахарный пудра саламыз. Бірінші осы екеуін жақсылап араластырып алсақ, креміміз іртік болмайды. Сосын сливкиді құйып, миксермен жылдамдығын көбейтіп отырып, қою крем шыққанға дейін жасаймыз. Орео печеньесін алып, ортасындағы кремін өзіміз жаңағы кремге қосып, үгітеміз печеньелерімізді. Шамамен 10 штуктай кетеді Орео печеньесінен. Жаңағы үгітілген печеньемізді кремге араластырамыз. Осымен біздің бисквиттің арасына жағатын креміміз дайын болды. 2 бисквитімізді суытып, ортасынан бөлікке бөлеміз. Арасы осындай күшті болып шығады, пышный болып көтеріледі. Осындай кольцоға жасаймыз тортты. Бисквитіміздің үстінен сгущенкамен ыстық суды араластырып, пропитка жасаймыз. Мешокқа құйылған кремімізді әр бисквиттің арасына тең қылып жағып аламыз. Осымен біздің Орео тортымыз дайын. Видео ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Ортасы осындай болып шықты. Бисквит бәрі жұмсақ.